саламатсыздар ма? Ата-ана мен оқушының логин паролін қалай бересіздер? Өз аттарыңыздан кіргеннен кейін мұнда мектеп бөлігінде менің сыныптарым бар. Осы менің сыныптарым дегенді басасыздар. Сол кезде сіздің қай сыныпқа сынып жетекші болсаңыз, сол бірінші болып тұрады. Мысалға 2 бар. Осының үстіне басасыздар. Одан кейін мектеп сынып парақшасы ашылады. Осы жерде адамдар деген пункт бар. Осы адамдарды басасыздар. Сол кезде осы сіздің сыныптағы адамдар спискісі шығады. Мұнда қазір сыныпта оқушылардың саны, аты жөні барлығы шығып тұр. Оқушының логин паролін беру үшін карандашты басасыздар. Сол кезде оқушының жеке парақшасы ашылады. Осы жерден пайдаланушының аты жөні және құпия сөз деген пункт бар. Яғни мынау пайдаланушының аты, логині. Құпия сөзді ысырып, құпия сөз ысырылғанда бір реттік логин пароль беріледі. Осы логин бір реттік парольмен кірсеңіздер, жаңа парольді енгізуді сұрайды. 2 рет қайталап жазып, яғни жаңа пароль беруге болады. Бұл парольді білмеген жағдайда ысырып бересіздер. Ал егер паролін білетін болсаңыздар, құпия сөзді ысырудың қажеті жоқ. Ата-ананы қайдан табасыздар? Ата-ана осы адамдар пунктіндегі сынып парақшасында, мұнда сол жақ бетінде ата-ана деген тұр. Ата-аналарды бассаңыз, сіздің сыныбыңыздағы ата-аналар шығады. Яғни ата-ананың аты жөні, қай оқушының ата-анасы екені. Бұлардың ата-ананың да логин паролін беру үшін қасындағы карандашты басып, пайдаланушының аты жөні және құпия сөз деген пункттан логинін бересіздер. Паролін білмесеңіздер, ысырып одноразовый пароль бересіздер. Сол парольмен кіріп, немесе өздеріңіз жаңа пароль жасап бересіздер. Еш қиындығы жоқ. Мектеп, менің сыныптарым, өзіңіздің сыныбыңыздың үстіне басасыз. Адамдар, мұнда қазір сыныпта оқушылар және ата-аналар. Осы 2 жердегі барлық ата-ананың логин паролін беріңіздер. Бір апта көлемінде 60% орындалу керек, оқушыдан да ата-анадан да.